Besmele қабылдапты ғой. Онда бесеуді ойлап отырған ішіндегі өздерінің пікірін айтылмаған. Бізде жаңағы құлшылдық, жағымпаздық, еңбекшілік, сол психологиядан айырылмай жүрміз. Бәріміз. Сол психологиядан айырылсақ, біз жаңағы ұлттық идеология бәрін іске асырамыз. Сол психологияның салдарынан бесеу келмей отыр ғой, қолдары келмей отыр. Иә. Бірінші, мынау Иманғали Тасмағамбетовтің тапсырмасымен 22 өзеннің атын өзгертіп берді. Содан әлі күні медиадан бастап бәрі қыдырсақ, бұрынғы орысша аты жаңа Айдар. Ешқайсы сол 97 жылы 3 жыл жүріп бәрі өзгертіп берген, әлі қалпына келмеген. Мынау президенттен бастап ауылдың әкіміне шейін вертикальный өкімет дейді, жұмыс істемейді. Тексеру жоқ. Ешқандай. Ол хат жіберсең бірінші бастық оқымайды. Бір іске асырмайтын біреуге бере сал. Жақында кімге Ахметжан Исмаилов хат жаздым, біреу Сейд Ахметовке бере сал, Сейдіман. Бұл мәселе шешілмесін адам. Бірінші, көп адам бірінші бастыққа жібереді ғой, бірінші бастыққа тигізу керек жоқ. Канцелярияда отыратын адам, президентке қалай жүздеген хат жаздым, оның біреуі президентке тимейді. Сол үшін сол жағын құрылымды өзгерту керек, жаңа хат жағын өзгерту керек, бәрі бірінші бастық, соның бәрін біліп отыру керек. Сондай мемлекеттік құрылым. Екінші, біз қазбабайлықты мақтанамыз. Қазбабайлық үнемдеу жоқ. 22 ғасырда ұрпақ келатыр, соны біз әшейін тақы жерге отырғызамыз. Ешқандай тұжырымдама жоқ, бағдарлама жоқ, оны тұрбама, құбырма бәрі жіберіп атымыз. Үнемдеу жоқ. Жақсы, бұны Айдар